Қазіргі қоғамдағы жастар тәрбиесіндегі ұлттық рухани мұраның рөлі деген тақырып өте күрделі тақырыптардың бірі. Бұл туралы айтатын болсақ, жалпы мына қазіргі таңда жастар тәрбиесінде байлық туралы көп айтады, байлық. Енді мен өзім байлықты екі тұғырға бөліп қарайтын едім. Бұл рухани байлық және материалды байлық деп. Енді рухани байлықсыз материалды байлықтың дұрыс қолданылуы ықтималдығы азаяды деп ойлаймын. Сондықтан да рухани байлық өте қажет. Бұл туралы біз әңгіме қозғайтын болсақ, оның ішінде мына жастар тәрбиесіндегі рухани байлықтың рөлі өте қажет деп санаймын. Өйткені мына білесіздер, темір жолдың астына тасталатын шпал деген ағаш болады. Ол шпал деген ағаш тап-таза болады. Кейін ол пойыз жолдың астына тасталардың алдында оны майға тастайды. Ол майдың ішінде айлап, кейде жылдап жатады екен. Ол әбден майды өзіне сіңіреді. Майды өзіне сіңіргеннен кейін оны қанша жонсаңыз да оның ішінен май шыға береді. Сондықтан да мына жастардың тәрбиесінде ол миына қандай нәрсені сіңіретін болса, соны кейін ол шығаратын болады. Болашақта мысалға еліміздің экономикалық әлеуметтік өркендеуіне үлес қосатын азаматтар болу үшін оның руханияты да бай болу деп санаймын. Енді өздеріңіз бұл туралы әңгімені қозғамас бұрын біз тарихымызға үңілетін болсақ, тарихта біздің осы руханиятымызға еңбек сіңірген азаматтар, тау тұлға, жаңағы хан би сұлтандарымыз, әулие әмбиелеріміз өте көп болған. Оның ішінде мысалға Машһүр Жүсіп бабамызды айтатын болсақ, өте керемет тұлға болған. Машекеңді, ол кісінің руханияты өте толық болған, әулие әмбие болғандығы туралы соңғы кезде жазбаларында, ол кісінің өзінің қалдырған жаңағы жазуларында көптеген айтылады. Руханият туралы айтылады. Ол кісі енді медресені толық бітірген азаматтардың қатарынан болғандықтан, ол кісі осы руханиятта мәселесінде көп әңгіме қозғаған. Жастардың жаңағы руханияты жөнінде, руханиятпен толықтыру жөнінде көп әңгімелер қозғаған. Сондықтан да жастардың бұл руханиятын толықтыру бұл кезек күттірмейтін мәселенің бірі. Енді білімді азамат болуы мүмкін, өте білікті азамат болуы мүмкін, шетелде оқыған болуы мүмкін, зайырлы білімді алған болуы мүмкін, бірақ та егер оның руханияты толық болмаса, ода патриоттық сезімде, елге деген, қоғамға, мемлекетке деген жаңағы сезімде аз болады деп ойлаймын. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бізде мына болашақ бағдарламасы арқылы талай жастарымыз шетелдерге барып оқыды, керемет оқуды бітіргендер, керемет жақсы оқығандардың басым көпшілігі шетелде қалып кетіп жатқандығы туралы айтылады. Енді солардың барлығын егерде руханияты осы жастайынан толық беріліп, еліне, жеріне, қоғамға, мемлекетке, дініне берік болатын болса, олардың бәрі қайтып келіп, осы елде жақсап жұмыс жасар еді. Ал руханияты жаңағыдай төмен болғаннан кейін, ол жақсы білім алған азамат болуы мүмкін, бірақ сол жақта кейбіреулер қалып кетіп жатыр. Сондықтан да менің ойымша, біздің мемлекет тарапынан, қоғам тарапынан, тек қана мемлекетке ғана артып қоюға болмайды, қоғам тарапынан да осы жастарымызды руханиятын, жаңағы рухани тәрбиесіне маңызды рөлді бөле отырып қарау керек деп ойлаймын. Енді бұл жерде отбасылық тәрбиеге де үлкен мән беру керек шығар деп санаймыз. Өйткені ол енді бала жастайынан ата-анасына қарап өседі, ата-анасының тірлігіне қарап өседі. Сондықтан да менің ойымша бұл жерде ата-ананың да рөлі үлкен. Ата-ана баланы тәрбиелеген кезде тек айтып қана қоймай, өзі солай болу керек. Өзінің рухани кеңістігі жоғары, рухани байлығы бай азаматтар болу керек ата-анасы. Сонда ғана ол балаларына тәрбие бере алады деп ойлаймын. Мысалға айтатын болсақ, өзі ішкілік ішіп жүріп, баласына қалай ішкілік ішпе деп айтады. Ол қалай тыңдайды ол? Мысалға өзі шылым шегіп жүріп, балаларына шылым шекпе деп қайтып айтады. Сондықтан да менің ойымша, ата-ананың өзін тәрбиелеу арқылы балаларын тәрбиелеуді ойлаймын. Ол балаға айта берудің қажеттілігі бар шығар, бірақ та ең бастысы бала ата-анасына қарап, соның не істегенін бәрін қайталап өседі. Сондықтан да менің ойымша, ата-ана бұл жерде
тәрбиені өте жақсы беріп, рухани кеңістігін баланың байытып өсіргендігі өте дұрыс болады деп ойлаймын. Егер де осылай тәрбиелеп өсірсе, біздің қоғамдағы балалардың барлығы рухани және материалды байлығы жаңағы тең болып өсетін болса, еліміздің экономикалық, әлеуметтік дамуына үлкен үлес қосатын тау тұлға азаматтар шығады ғой деп ойлаймын.